Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге ауылдың жігіті Жаныбек. Бүгін күн тамаша болып тұр, жаңбырлы, аулада күз. Бүгін біз Алла қаласа сантр істейтін, яғни омыртқаны созатын, омыртқа ауруларын емдейтін құрылғы жасайтын боламыз. Сантр деген естіген боларсыздар, инстаграмда бар жалпы, яғни мойынға байлау арқылы, іліну арқылы омыртқаларды созып, сөйтіп омыртқа ауруларын, яғни протрузия, грыжа деген сияқты ауруларды емдейді үй жағдайында. Оған осындай құрылғылар, инструменттер керек, дрель, болгарка деген сияқты. Бізде мындай труба бар, труба тауып алдық, диаметрі 32, ұзындығы шамамен 45 сантиметр. Мына жағын кесіп тастап кедір-бұдыр болып отыр. Осындай труба, яғни ішіне сатып алмаймыз, бәрін үйде жасаймыз. 32-лік ескі труба, мына бұрынғы қалыңдау. Және биліктер керек, биліктерді сосын көрсетемін қалай істейтінін. Яғни біз мына жерден бір-екі тесік жасаймыз. Мына шеттен екі тесік, сосын ортадан екі тесік жасаймыз. Алтылық бұрғы. Біз тесік болдық. Ортадан екі тесік. Екі шеттен екі тесік, екі шеттен екі тесік. Ортадан, қақ ортадан 2 сантиметр, 2 сантиметр. Көзбен, нақты өлшем берген, көзбен шеттен 1 сантиметр, арасы 1,5, мынау да солай. 2 сантиметр, арасы 2 сантиметр, шеттен 1 сантиметр, арасы 2 сантиметр. Көз мөлшермен. Осылай біз трубадан істеп алдық. Қалған бөлшектерін істейтін боламыз. Қолдан жасауға бізге мынандай лента керек. Жалпақтығы 5 сантиметр болады. Ұзындығын 79 сантиметр аламыз, ұзындығын 79 кесіп аламыз да, сосын бетін екі қайырамыз ішіне қарай. Сондай екеуге, бір алдағы, бір артқа. Енді бұны аламыз да, мына шеттен ұзынан түйіп ұстаймыз. Бәрі осылай. Бұлай түйіміз, сосын осындай крес салып ұстаймыз ғой. Яғни бұл жер қатты болсын деп. Немесе жай ғана осылай. Екі қайта тігілесе де болады. Арасынан былай жібіту керек. Саусақ өтінде ол түйіп тастап, осылай болады. Міне бізде екеуі дайын болды. Екі бірдей белдік десек болады. Яғни біреу тамақтың астынан түсіп, біреу желкенің артынан түсіп. Желкелікпен мойындық десек қателеспеспіз. Негізгі детальдар істеп қойдық. Енді бұны қазір құрастырамыз.
міне біздің Santos құрылғымыз дайын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, пікір жазып кетеміз және каналға тіркелеміз. Келесі видеода бұны қалай қолдану керек екенін көрсетемін.